Қайырлы таң, құрметті партнерлар, қайырлы таң, құрметті менің командам, құрметті Dandelion компаниясының серіктестері. Серіктес болмасаңыз да, оқырман болсаңыз да, қайырлы таң болсын. Сәрсенбінің сәтті күні барлығымызға бірдей болсын. Менің есімім Мақсат Ахметбек, өзім Қарағанды облысы тумасымын. Өзім қазіргі таңда Астана қаласында тұрамын, осында еңбек қыламын. Мамандығым бойынша мен қаржыгермін. Сол сала бойынша көп уақыт жұмыс істедім банк саласында. Кейіннен жеке кәсіппен айналысып кеттім. Одан кейін осы соңғы 4-5 жылда мен тек қана сетевой бизнес, желілік бизнеспен айналысамын. Одан бөлек мен инфопродюсер мамандығын игеріп алдым, және нутрициологпын. Одан бөлек. Осы желтоқсан айына дейін Dandelion компаниясының желіні дамыту директоры ретінде қызмет атқардым. Қазіргі таңда ол қызметте емеспін. Қазіргі таңда тек компанияның серіктесімін. Сіздер сияқты команда құрып, бизнес дөңгелетуге тырысудамын. Менің ақпарат беруші спонсорым, демеушім, бұл Далханов Шыңғыс, директор статусында Астана қаласынан. Және менің бір жоғарғы спонсорым бұл Роза Балабиева, супер директор статусындағы Астана қаласынан. Және ең жоғарғы менің лидерім, сіздерге кең танымал, барлықтарыңыз жақсы білесіздер, компанияның бастамасы болған топ лидері, чек номер 1 компанияның бұл Марал Тажикенова амбассадор статусында. Осындай керемет спонсорлық линиям бар менің. Енді құрметті партнерлар, бұдан бөлек кеше ғана жақсы бір хабар келіп жетті. Алматы қаласының лидері Майра Рахимова, естеріңізде болса, супер директор болып автокөлік алған. Ол кісі кеше консул статусын жауапты, қол жеткізіпті. Ол кісіні шын жүректен құттықтаймын. Майра ханым, мен сізді өте жақсы көремін, сізді жақсы танимын. Мықты лидерсіз, биіктен көріне беріңіз, статусыңызды подтверждение жасапсыз, керемет, құттықтаймын. Биіктерден көріне беріңіз, және бұдан бөлек тағы да көп статустар жапқан барлық лидерларды, партнерларды құттықтаймын. Ал енді, құрметті партнерлар, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл TikTok. Біз естеріңізде болса, біз осы өткен аптадан бастап әлеуметтік желілерде бизнесімізді қалай дөңгелетеміз, әлеуметтік желімізді қалай жүргіземіз, ол не үшін керек деген тақырыптарды өтіп жатырмыз. Бүгінгі тақырыбымыз бұл TikTok'ты жалғастырмақшымыз. Ең соңғы тақырыбымыз бізде TikTok'та стрим дедік қой, прямой эфир, стрим жүргізуді үйренейік. Не үшін жасау керек, қалай жасау керек, оны айтқан болатынмын. Енді бүгінгі тақырыбымыз бұл TikTok'та видео түсіру. Енді өздеріңіз білесіздер, TikTok әлемі бұл біріншіден бізде видео. TikTok'та фото емес, больше видео өтеді. Неге? Өйткені TikTok'та қазір өздеріңіз білесіздер, өзі видео форматымен бізге өтті. Бізде енді фото көбіне не ғой? Бізде Instagram. Сондықтан да TikTok'та видео түсіру, лентаңызға видео түсіру әлде қайда өтімді. Енді сұрақ, қандай видео түсіреміз? Естеріңізде болса, TikTok осыдан бір 2 жыл бұрын бізге кірген кезде көбіміз бұлай бірден қабылдай қоймадық. Менің өзім осы соңғы бір жарты жылда ғана тіркеліп, жұмыс істеп, одан осы соңғы бір айда стримімді ашып, стримдерді өте ауқымды жүргізуге тырысып жатырмын. Сондықтан да TikTok'тың бір жаңа айтып кеттік қой, бір Instagram'ға қарағанда қазіргі таңда бір жақсы бір ерекшелігі бар. Бұл TikTok'та сіз қазір контент жүргізсеңіз, сізді тезірек, алды қарай жылжытады сізді, тезірек жылжытады. Неге олай? Өйткені
TikTok біздің мына жалпы Қазақстан, СНГ еліне айтып отырмын ғой, соңғы 2 жылда кірді, бірақ шынайы ауқымды болып, соңғы осы бір жарты жылда кірді десек болады. Неге? Қазіргі таңда, мысалы, TikTokқа стримға шықтық десеңіз, сізге ақша төлейді. Ал енді біздің қазақстандық TikTok әлемі жалпы өте ауқымды видеолар, өтімді видеолар жасап жатыр. TikToktың бір ерекшелігі, жаңа айттым ғой, Instagram'ны өткенде орысша айттым, иә. Instagram'ға қарағанда үлкен бір ерекшелігі бар. Жаңа кіргеннен кейін сіздерді тездетіп аудиторияңызға, сіздің мақсатты аудиторияңызға тез жылжытып береді, продвигает вперед. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан да бұл сізге қазіргі бір күшті бір мүмкіндік болып тұр сіздерге. Жалпы сіздерге емес, барлығымызға, иә, керемет мүмкіндік болып тұр. Ол қалай? Яғни сіз қазірден бастап TikTok ауқымды жүргізе бастасаңыз, не болады? TikTok сізді ілгерілетіп алдыға қарай жылжыта береді. Ауқымды аудитория, сіздің мақсатты аудиторияңызға жеткізіп береді. Неге? Өйткені TikTok қазіргі осы 1-2 жылдың ішінде көптеген аудиторияға шығып алуға тырысып жатыр. Әсіресе қазақ тілді аудиторияға. Әсіресе. Неге? Өйткені өздеріңізге мәлім, TikTok бұл негізінде Қытай елінің ойлап тапқан әлеуметтік желісі. Instagram'ға қараған, енді Instagram'ға кейбір нәрселері қатты ұқсайды, бірақ TikTok Instagram'ға қарағанда үлкен бір артықшылықтары, үстемділіктері бар. Ол қалай? Біріншіден, видео түсірумен сіз үстемділігіңізді көрсетуіңіз керексіз. TikTok'та андай трендовый музыка, трендовый видео деген ұғым бар, иә? Трендге қатты байланған видео бар, және музыка бар. Мысалы, былай қарасаңыз, бұл трендті салған TikTok. Кейіннен Instagram оны өзіне алып, Reels форматына ауыстырып алды да оны. Бірақ қалай да болса, қалай дегенменде, мысалы, Instagram'да, Reels'та жүрген видеолар, қалай да болса, TikTok әлемінде уже бір жарты жыл бұрын болып кеткен нәрселерді. Сол себептен TikTok өте тренд жарып жатыр. Тренд дегенімізде сұранысқа ие, қазір үлкен аудитория бере алатын музыкасы бар, видеосы бар, бір контент, былай десек. Енді қарапайым тілмен айтсақ, яғни, енді стрим туралы біз өткенде әңгіме қозғадық, бұл жолы енді TikTok'та видеоны қалай түсіреміз? Енді қараңыз, TikTok'та өте андай қатты білімді оқытатын видеолармен бастамағандарыңыз дұрыс. Яғни, қазіргі таңда алғаш бастап атқан болсаңыздар, тренд қазіргі таңда TikTok'та қандай видео, қандай аудио, музыка трендта болып жатса, соған қатысты, арасында видеоны бастап бір түсіріп көріңіз. Неге бұл өте маңызды? Сіз қазір алғашқыда TikTok'ты кішкене тест жасап көруіңіз керексіз. Пробный бір нәрсе өткізіп көргеніңіз дұрыс та. Мысалы, TikTok'та мынандай бір көрсеткіш бар. Сіздің видеоңыз 100-200 просмотр төңірегінде болса, демек, сіздің видеоңыз әлі өтпеді. Яғни TikTok сіздің видеоңызды тестовый режимда мына аудиторияға бір көрсетіп көреді, мыналарға бір көрсетіп көреді. Демек, әлі сіздің аудиторияңызды TikTok әлі де түсіне алмай жатыр. Қай мақсатты аудитория сіздің видеоңызға қызығуы мүмкін деп тестовый жасап көріп жатыр. Мысалы, сіз бір видео түсірдіңіз, салдыңыз. Не болды? TikTok аппаратта белгілі бір аудиторияға не істейді, оны көрсетеді. Егер ол аудиторияға өтпеген болса, мына аудиторияға көреді. Осылай жалғастыра береді. Көрдіңіз бе? Мына TikTok'тың алгоритмі осылай жұмыс істейді. Егер Instagram'да алгоритм сатуға, эксперттік видеоға қаралған болса,
TikTok кішкене басқа аудиторияға. Енді қараңыздар, ойбай менің бір жақсы бір билеген видеом, жақсы бір салған музыкам өтті деп бүкіл видеоларыңыз бәрі андай развлекательный, өлең, би болып кетпесін. Өйткені неге? Кейбір видеолар мысалы бірнеше мың просмотр қарады деген сөз, ол сіздің аудиторияңызға өтті деген мағынаға келмейді, қателеспейік. Андай аудитория просмотр іздеп, басқа болмайтын бір жаққа ауып кетпеңіз. Өйткені сіздің TikTok қазіргі таңда өзіңіздің бизнесіңізге, эксперттігіңізге, біліктілігіңізге сай аудитория келу керек. Сіздің видеоңызға қызығып, ертең сізге подписка жасап, не істеу керек? В будущем сізге тіркеліп, сіздің жаңағы сататын идеяңызды, сататын өніміңізді, алға ілгеріліп жатқан өзіңіздің ұстанымыңызды қолдау керек. Ол үшін, соответственно, не істеу керек? Сол мақсатты аудиторияңызға жетуіңіз керек. Сондықтан да, құрметті партнерлар, сіздің мақсатты аудиторияңыз бір видеом, ойбай, 2000 просмотр жинады деп ауып кетпеңіз. Сіздің аудиторияңыз кім? Яғни желілік бизнесте қызығатын, сіздің мына өніміңізді қызығушылық танытатын, ертең сіздің командаңызға кіретін адам деп есептейтін болсаңыз, сол аудиторияңызға қызықты болатын не істеуіңіз керексіз? Контент жасауыңыз керек. Ал қараңыз, өте маңызды. Инстаграмға қарағанда TikToktың айырмашылығы, сіз видеоңызды, бұл жерде өте маңызды, видео және ең өтімді аудио өте маңызды. Егер сіз бір жақсы өтімді бір аудио, мысалы музыка, біреудің сөзі, сол сөзді қолданып бір видео түсірсеңіз, өйткені TikTok бірінші сіздің жаңағы трендтағы, сұранысқа ие музыка, ән, аудио, не болмаса видео форматта, не болмаса шаблонды қолданып істесеңіз, ол өтеді. Өйткені TikTok сол видеоны, сол шаблонды, сол музыканы қолданған контентті бірінші алғарай ілгерілтеді, жүгіртеді, продвигать етеді, орысша айтқанда. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да TikTok түсірген кезде, құрметті партнерлар, мен мысалы қазір айтып отырмын ғой, қазір стрим өткізіп жатырмын, параллельно стрим, Инстаграмда прямой эфир. Қазір мен бұл жаңа айттым ғой, стримді сақтап қоям, салам, көп адамдар қарайды. Көрдіңіздер ме? Менде көп жақсы контенттер бар. Ол мысалы ол видео форматты салам, менің подписчиктерім күнде бір 10-ға жуық подписчиктер маған жазылып жатыр. Неде? TikTokта. Күнде бір 10-ға жуық, плюс-минус. Енді қараңыз, неге? Өйткені сіз ана стрим жүргізген кезде сізді алды қарай жылжытады ғой TikTok, ол іздей бастайды. Бұның қызықты аудиториясы кім, мақсатты аудиториясы кім? Кім бұл мақсаттың көрсетіп атқан стриміне қызығушылық таныта алады дейді, алды қарай ілгерілетеді, жылжытады. Одан кейін не істейді? Ол қарайды. Мақсат, мысалы, бір ай бойы күнде стрим жүргізді. Қарайды, осы бір айдың ішінде бұған бір 300 адам жазылыпты. Бұл 300 адамның ортақ қызығушылық темасы қандай? TikTok оны қарайды. Қандай? Бұлар бір Қазақстанда екен, көбіне. Одан кейін бұлар Dandelion деген компанияда екен. Осындай тақырыпты қызығады екен, бизнес тақырыбын қызығады екен. Қазақша не орысша тілді аудитория екен дейді. Сол алгоритмін, мысалы, сіз бір ай бойы видео жасап отырсаңыз, сол қарайды. Өйткені, құрметті партнерлар, көбі өкінішке орай былай қателеседі. Бір апта видео салады, бір апта бір нәрсе жүргізеді, қойшы өтпеді, болмай қалды, 1000 просмотр жинай алмай қалдым дейді, қоя салады. Ал TikTok сіздің аудиторияңызды түсіну үшін бәлкім бір ай, бәлкім 2 ай. Мысалы, ең тез деген, мысалы, 3 айда өтеді. Сондықтан да аудиторияңызға, шынайы аудиторияңызға, мақсатты аудиторияңызға жету үшін, құрметті партнерлар,
қалай да болса видео контент, фото контент, енді арасында фото контент салуға болады, салмайды емес тиктокта, бар ондай, бірақ кішкене ол басқа аудиторияға да мақсатталған. Бұл жерде құрметті партнерлар, ең бірінші менің тиктогыма кірсеңіздер, мысалы сіздерге былай кеңес берер едім. Мысалы көбіңіз бәлкім трендтегі музыка ол қандай музыка, трендтегі видео ол қандай видео, трендтегі шаблондар қандай шаблондар, ол қалай, оны қалай істеуге болады. Мен сіздерге бір берер кеңесім, лайфхак десек те болады. Сіздерге былай жасауыңызға болады. Мысалы, көп адамдар өкінішке орай тиктокты былай қараған кезде бір андай развлекательный контент, былай ойын күлкі, сондайларды көп қарай береміз. Политика, новости, қажет не оны? 5 тиынға керек жоқ нәрсе. Сіздер не істеуіңіз керексіздер? Мынандай сіздің аудиторияңызға қызықты болатын-ау деген мысалы контентті қарай беріңіздер. Мысалы новости шықты ма, не смотреть, не интересно деп баса беріңізші лентаңызға. Қарап отырсыз ғой, мысалы новости шықты. Ойбай, Алматыда землетрясение болыпты, не интересно, басыңызшы. Сондай бір не бар, кнопка бар. Не интересно. Бұндай контентті екінші тикток сізге көрсетпейді. Одан кейін мысалы бір болмайтын бір қыздар билеп жатыр, тік өшіріп тастадыңыз, не интересно. Бір болмайтын бір ұрыс политикаға қатысты бір нәрсе болып жатыр, не интересно, басып тастадыңыз. Осындай сізге қызықты емес, лентаңызға шығып жатқан нәрсені не интересно деп жаза беріңізші. Сол кезде сізге интересно, ал сізге қызықты болған нәрсені лайк басыңыздар. Лайк бастыңыз ба, тикток не істейді? Сізге қызықты аудиторияны бірте-бірте түсіне бастайды. Бірте-бірте түсіне бастайды. Сол кезде не болады? Міне көріңіз ба? Тикток тыңдарманның кері байланысты қарап отырып, не істейді? Бұл адамның қызықты мақсатты аудиториясы қандай деген алгоритм шығарады. Ал егер сіз баспасаңыз, подряд бәрін көре берсеңіз, ол түсіне алмайды. Сіз қандай? Максимум қалай түсіну мүмкін? Сіз қай видеороликті бірнеше қайтала қарадыңыз, не болмаса, до конца қарадыңыз ба, соны да қарайды. тикток соның бәрі қарайды, соны қайталап сізге шығара береді. Сол сияқты ойлаңызшы, енді обратно. Сіз бірдеңе жасап жатсыз. Тикток баратта, мысалы, Шымкенттің бәленше Сарыағашындағы бір тәтеге көрсетеді. Ол кісі сіздің, мысалы, видеоңызды қаратып өте шықты, қызық емес, өте шықты, қызық емес. Значит, бұл адамға қызық емес деп, сондай алгоритм шығарады. Ал егер сізге әлі сізге подписан емес, тіркелген емес, ол адам. Бірақ сіздің видеоңызды до конца қарады. Лайк баспады, подписка баспады, бірақ сіздің жаңағы видеоролигіңізді до конца, соңына дейін қарап шықты. Даже қайталап бір-екі рет қарады. Даже барда не істеді? Сақтап қойды. Біреуге поделиться жасады, бөлісті біреумен. Демек, тикток оны қарайды. Демек, бұл адам, бұл контент бұған қызықты. Мысалы, делік менің видеомды қарады бір адам, Мысалы, қараңыздаршы, өткендегі мен Қарағандыға барып, прямой эфир өткіздім ғой тиктокта, стрим өткіздім. Соны сақтап қойдым. Сол именно видеоролигім осы қысқа уақыттың ішінде, бір 2-3 күннің ішінде 800 просмотр өтіпті. Қатты үлкен емес, көп просмотр емес, бірақ құрметті партнерлар. Мен жаңа аналитиканы қарап отырмын ғой. Бұл прям мақсатты аудиториям. Кез келген қызығатын жай өте шығып қарай салу емес. Менің шынайы мақсатты аудиториям қараған екен. Яғни сетевой бизнесқа қызығатын Қазақстанның түкпір-түкпірінен адамдар не істеген қарап шығыпты. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Яғни 800 адамға дейін. Бұл уақыт өте келе өсе береді. Неге? Өйткені қаралымы көбейген жаңа видеороликті тикток баратта, бұл 800 адамға бұл қарады ма, бұл ұнады ма? Демек, осыған ұқсас адамдарға бұны өзі әрі қарай жылжыта береді тикток. Сіз ешқандай ақша жұмсамайсыз, бұны продвижениеға ешқандай жасамайсыз. Тикток оны өзі жасайды. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да құрметті партнерлар, жай ойбай керемет просмотр керек деп, қайдағы жоқ, болмайтын, сізден ешнәрсе қарамайтын, ешнәрсе сатып алмайтын, мақсатты емес аудиторияның артынан қудалап жүре бермеңіздер.
яғни мына өнімді сатып алатын, ойбай, кешіресіздер, мына өнімді сатып алатын, денсаулыққа қызығатын, міне бірінші мақсатты аудиторияңыз ба? Екіншісі, бұл сетевой бизнесқа қызығатын. Оның ішінде неге Dandelion? Сол Dandelionға қызығатын мақсатты аудиторияға сіз ниеттенуіңіз керек. Маған осындай адамдар керек. Ол үшін, құрметті партнерлар, не істейсіздер? Бастапқыда еш просмотрға қарамайсыз да, күнде видео сала бересіз. Ал енді видео салу керек деп сала беру емес. Біріншіден трендқа ие, трендовый, яғни сұранысқа ие видео жасауға тырысыңыз. Ол қалай? Тағы да айтам, Біріншіден, мына сетевиктердің арасында, не болмаса бизнесқа керекті, жақсы просмотрға ие бір видеоролик көрдіңіз ба? Соны өзіңізге сақтап алыңыз. Скачать ету емес, жүктеп алу емес. TikTok-тың ішінде сохранить деген бар. Сохранить етіп қойсы да вкладканың ішіне салып қоясыз. Мысалы, менде TikTok-тың ішінде тренды деген не бар? Вкладыш бар. Сол трендыға, сұранысқа ие видеороликті, қызықты видеороликтер не істеймін да, сол жерге сақтап қоямын. Ертең ұмытып қалмас үшін, Содан кейін мен TikTok-қа уақыт бөлген кезде, трендовый видео жасардың алдында, не істеймін? Сол трендті қараймын да, мынандай музыка қолданыпты, мынандай видео қолданыпты, мынандай шаблон қолданыпты. Шаблон дегеніміз не? Сол видеоны қалай түсіреді? Прям қасында тұрады шаблон. Сол шаблонды баса саласыздар, өте қарапайым бұл, құрметті партнерлар. Ал музыканы қалай қолданасыз? Соның астында музыка, дорожка тұрады. Сол музыканы, дорожканы кіресіз де, использовать эту музыку деген кнопка болады. Барасыз да, мысалы, делік, сіз не істедіңіз? Сізге бір подсказка берейін, қалай жасауға болады. Мысалы, сіз офиске келдіңіз, мысалы, мен қазір міне осыны түсіріп жатырмын ғой. Делік, сіз офиске келдіңіз, мынандай өзіңіздің бір подставкаңыз болады. Подставкаға телефоныңызды қоясыз да, мысалы, сіз партнеріңізға презентация жасап жатсыз. Барыңыз да телефоныңызды мына подставкаға қоясыз да, алыстан қойып, бір видеоға түсіріңіз. Түсіндіріп атқаныңызды, осы продукцияны айтып атқаныңызды түсіріңіз. Күшлеп тұрып видеоға түсірдіңіз ба? Бір 5 минуттық видео, делік. Или 3 минуттық видео, Түсіріп алдыңыз. Содан кейін барасыз да, бір трендовый жақсы музыканы таптыңыз ғой. Қазір қазақша өте жақсы трендовый музыкалар бар, сұранысқа ие. Сол музыканы тауып аласыз да, использовать етіп музыку дейсіз да, жаңағы видеоңызды саласыз сол жерге. Сіздің айтып атқаныңыз ешкім естімейді. Оны өшіріп тастайсыз да, үстіне музыканы саласыз. Саласыз да, астына әдемі қылып бизнес процесс Dandelion, или партнерыма бизнесті түсіндіру барысында деп жазып қойсаңыз да болады. Мысалы, жазып қоясыз да, соны барасыз да TikTok-қа салып жібересіз. Бітті. Бұл жерде не істедіңіз сіз? Трендовый музыка қолданыңыз, трендовый шаблон қолданыңыз да, бардыңыз да, өзіңіз туралы видео салып жібердіңіз. Бітті. Көрдіңіздер ме? Міне, бұлай видео түсіруді үйреніңіздер. Сол кезде TikTok оны не істейді? Мысалы, жаңағы тренд сұранысқа ие музыка қолдандыңыз ғой. TikTok сразу қарайды. Мына эксперт сұранысқа трендовый музыканы біледі екен дейді. Ол видеоны алдыға қарай тезірек жылжытады. Неге? Сұранысқа ие. Неге? Өйткені бұл музыканы қазір көп адам тыңдап жатыр. Сұранысқа ие. Жазира ханым, қалайсыз? Лайк басып жатсыз ғой маған. Жазира ханым молодец. Жақсы соцсети жақсы жүргізеді. Шымкент, Түркістан өңіріне жалынды сәлем. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, запись будет? Запись? Да, запись будет. Всегда, я всегда провожу запись. Спасибо. Привет из Москвы. Всегда, пожалуйста. Ага. Вот. То есть, мен жаңа қазақша айтып жаттым ғой, что-то ойым бөлініп кетті. Яғни, қарапайым видеомен, құрметті партнерлар, андай идеализм
телефондарын батарея тез өтіп қалып жатыр. Қосып қояйын. Яғни не істейсіздер? Сұранысқа ие музыканы, трендтарды, шаблондарды қолданып, өзіңізге қатысты обязательно өтініш видеоларыңызда, фотоларыңызда өздеріңізде болыңыздаршы, или хотя бы өнім, офис, бизнес атмосфера, я сондай нәрселерді жасауды үйреніңіздер. Өйткені мен көбі партнерлардың жаңа TikTok парақшасын қараймын, ылғи толған продукция, ылғи толған болмайтын мынандай отзывтар. Өзіңіз туралы TikTok жай альбом сияқты жай фото сала берейін, видео сала берейін деген ұғымнан шығыңыздаршы. Инстаграмда да тура солай. TikTok'ты бермейді екенмін. TikTok'тан көреген сізді, Жазира ханым. Сондықтан да құрметті партнерлар, әрдайым TikTok'та видео салуды әдетке айналдырыңыздар. Мен мысалы біздің компаниямызда тек қана демейін енді, TikTok арқылы жақсы жаңа бизнесін ілгерілетіп, дамытып жатқан мықты сетевиктерді білем. Атын атамай қойын енді. Бар. Астанада бар. Сондай сетевиктер бар. Олар не істейді? Мысалы, ұсыныс ретінде айтуыма болады. Мысалы, не істейсіздер? Сіз өнім туралы білесіздер ғой. TikTok'та видео салу үшін бір 2-3 минуттық қой енді. 2-3 минутта өзі көп қазір. Ондай көп қаралым болмайды. 1 минут деңізші, 1 минутпен шектеңізші. Телефоныңызды қоясыз да, мына магний водород деген осылай ішу керек, былай болады, бүйтеді, сөйтеді. Яғни өнім туралы не білесіздер, өз тіліңізбен, өз сөзіңізбен айтып, соны түсіріңізді TikTok'қа салыңыз. Салыңыз. Одан кейін ертең ана видео, мысалы басқа өнім, маркетингті айтыңыз. Бізде презентациялар өтіп жатыр. Презентация болма, пожалуйста, түсіріңіздер де, соның бәрін TikTok'қа сала беріңіздер. Бұл жақсы, бұл живой видео. Басқа біреудің видеосын сала бергенше өз видеоңызды салыңыздар. Басқа біреуді сатып қайтесіздер, құрметті партнерлар. Бұл видео, бұл TikTok сіздің бизнесіңіз жасайды ғой. Өзіңізді сатыңыз. Қайтесіз біреуді салып. Өйткені мен кейде қараймын, TikTok'ын ашасың, басқа лидерлер жүреді, параллельный лидерлері жүреді, сөйлеп, ананы айтып атады, мынаны айтып атады. Жарайды, ол болу керек. Где-то командная игра деген нәрселер бар, иә? Бірақ сіз бұл TikTok парақшаңызда өзіңізді сатуыңыз керек. Өйткені бизнес сізден басталады. Өзіңіздің спонсорский линияңызды сатыңыз. Ол да жақсы, ол да дұрыс. Бірақ ол белгілі бір мөлшерде болу керек. Көрдіңіздер ме? Мысалы, бізде Алла амандығын берсе, осы сенбі күні біздің командамыз дежурный. Яғни презентацияны өткіземіз. Алла амандығын берсе, Астанадағы, өздеріңіз білесіздер, бізде Астанада енді офисте презентация, городской презентация өткізілмейді. Бізде тек қана неде өткізіледі? Парасатта өткізіледі. Әрбір лидер, дежурный лидер өзі арендасын төлейді, сонда адам шақырады, толық өткізеді деген бізде қазір жаңа тәртіп. Бұл дұрыс. Мен келсем, бұл компаниямыздың қарқынды өсуінің белгісі. Енді қараңыздаршы, қазір презентация болады. Біз ертең Аманқұл командамен Роза бар, мен бар, Марал ханым қол бос бола ма, болмай ма, білмеймін. Сол жерде боламыз біздің команда, толыққанды. Сол жерге келіңіздер, сол процесті түсіріңіздер, өзіңізді түсіріңіздер сол жерде. Бизнес процесті көрсетіңіздер, қалай жиналып жатыр адамдар, қайдан келіп жатыр, неге болып жатыр деген сияқты ғой. Міне осының бәрін, құрметті партнерлар, әдемі қылып TikTok'қа түсіріп, мысалы қалай түсіру болады? Делік, мысалы презентация болып жатыр ғой, кісілер жиналып жатыр, соны алыңыздар да әдемілеп тұр, бір общий планмен бір түсіріңіздер да, жақсы трендовый музыканы үстіне салыңыз да, преддверие городской презентации деп бір әдемі қылып жазып, салып жеңіз TikTok'қа. Бітті. Көп адамдар соны көреді, не болып жатыр, кім жиналып жатыр, немене презентация деп қызығады адамдар. Одан кейін мысалы презентация болып жатыр, пожалуйста, тоже
Сол бір процесстерден бір 5 минут түсіріп, соны әдемі қылып видео жасап, салып, үстіне музыканы салып, не болмаса шаблонды салып, әдемі қылып келтіріңіздер. Ал егер музыкасы салатын болсаңыздар, вот конкретно спикердің бір определенный, мысалы бір продукт туралы айтып жатыр ма, бір мықты спикер, соның бір 5 минутын түсіріп алыңыз да TikTokқа салыңыз. Сатыңыз ол лидерді. Бұл уже продающий контент болады, е? Көрдіңіздер ме? Солай TikTokты алға қарай ілгері етіп, жылжытып, продвигать ету керек. Басқаша болмайды. Енді уақытта толып қапты, құрметті партнерлар. Негізі менің айтарым бүгінше осы. Бұл әрине өте ауқымды тақырып, тағы да айтамын. Негізі TikTokта неше түрлі идеялар, ұсыныстар көп. Қалай фото, видео түсіруге. Мысалы, менің TikTok парақшама кіріңіздерші. Мен мысалы өнімдер туралы қызықты видеороликтер түсіргем. Маркетинг план туралы қызықты роликтер түсіргем. Мен көрдім, мысалы, көбі лидерлар менің сол видеомды өзіне жүктеп алып, барлық чаттарда жүргенін көрдім. Мысалы, маркетинг план туралы, өнім туралы, өзім туралы жақсы видеоларды, қандай құрастырып жасаған видеоларымды. Құрметті партнерлар, қорықпаймыз. Көбі былай деуі мүмкін, ойбай, мен видео монтаж жасауды, түсіруді білмеймін ғой, қалай түсірем? Олай емес, құрметті партнер. Қазіргі таңда технология өте қарқынды дамыған. Сіз, мысалы, түсірген видеоңызды TikTokқа саласыз, TikTok өз жасап береді сізге видеоны. Қорықпаңыздаршы, бастаңыздаршы бір нәрседен. Бір шетінен ұстаңызда бастай беріңіз. Біріншіде кішкене иқы-жиқы шығуы мүмкін. Где-то анасы дұрыс емес, насы қисықтау, іштен етпейді. Бастаңыз. Көш жүре түзеледі. Сіз де солай түзелесіз. Ешкім аспаннан салбырап түскен жоқ. Бастай беріңіздер. Бірінші, орысша айтқанда, сначала на количество, потом на качество. Сол, құрметті партнерлар, барлықтарыңызды жақсы көрем. Сәрсенбінің сәтті күні барлықтарыңызға бірдей болсын. Сәттілік тілеймін. Келесі біздің таңғы жаттығуларда кездескенше қош саламатта болайық. Эфир міндетті түрде сақталады. Телеграмда, YouTube'қа салам, Инстаграмда, TikTok'та да міндетті түрде сақталады, өздеріңіз білесіздер. Бүгін енді бізде сәрсенбі кешкі 7-де қазақша зум болады, қазақша презентация. Міндетті түрде менің жеке парақшама жазылып алыңыздар. Көп қызықты, пайдалы ақпарат бар. Бизнестеріңіз өркендей болсын, бірге болайық. Дандалайын алға. Келесі кездескенше. Рахмет, бай болыңыз. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Пайдалы болған болса, игіліктеріңізге жарасын. Тек қана игілігіңізге жарасын. Рахмет, көп.